Сәлем әлем, сіздермен информатика ұбт эксперті Нұрбол Қалдыбаев. Бүгінгі сабақта Excel'ді қалай тегін орнатуға болатынын көрсетемін. Және одан бөлек, Excel'ден бөлек бізде Word программасы және PowerPoint программаларын, яғни Microsoft Office пакетін тегін орнатуды көрсететін боламын. Алдымен бізде мынау файлды скачать етіп алу қажет. Excel, Word, Microsoft Office деген. Бұл файлды мен сіздерге Telegram каналыма салып қойдым. Telegram каналдың сілтемесін осы видеоның описаниясына қалдырамын. Сол сілтемеге өтіп, осы файлды бірінші жүктеп аламыз. Мынау файл бар бізде Excel Word деген, соған кіріңіздер. Осыны скачать етіп алғаннан кейін бізде мынау файл шығады. Осы файлды бірінші кіреміз, открыть етіп ашып аламыз. Одан кейін бізде мына жерде auto run деген файл бар. Осы файлды кіреміз. Осы файлды ашамыз. Бізде ашқаннан кейін біз таңдаймыз, қандай файлдар сіздерге қажет. Мысалы Word, Excel, PowerPoint қажет болса, осы үшеуін осылай птичка қойып аламыз. Бізге және орысша версиясы болса мынандай, мыналарды сол қалпында қалдыра береміз. Одан кейін біз Start Installation деген кнопка бар. Мынау кнопканы басамыз. Бассақ бізде уже не істейді, загрузка кетіп бастайды. Қазір бізде Excel, Word барлығы орнатылып жатыр. Орнатылып болды бізде. Мынадан қайтадан шыға саламыз және мына закрытты басамыз. Excel орнатылып болды бізде. Мына жақта Excel'ді қарап көрейік. Пуске мына жерге жазсақ болады. Excel'де бе немесе мына жерден шығып тұрса Excel'ге кіре аламыз. Кіргеннен кейін біз қарап көрейік. Бізде мына жақтан файл создать етіп, пустой файлды создать етіп, кәдімгідей жұмыс жасай беруге болады. Немесе активация жасап аламыз. Активация жасау үшін тоже мына жерде каналға сол файлдың жанына активациясын файлын салып қоям. Сол файлға кіресіздер, скачать етіп алып, мынандай активация деген сияқты болып тұрады. Осыған кіреміз бірінші. Осыған кіргеннен кейін мына жердегі Office Activation дегенді таңдаймыз. Office Activation'ды бассақ, бізде автоматты түрде өзі активацияны бастап кетеді. Активация кетіп жатыр. Мына жерде шықты Product Activation Successful, яғни уже активация жасалды дейді. Енді тексеріп көрейік. Файл, учетная запись. Мынадан бір шығып көрейік Excel'ден. Excel'ден шығып көреміз. Учетная запись. Міне қараңыз, ключ уже активирован. Бізде Office активация болды. Дәл осылай біз не істей аламыз? Басқа Word'тармен де жұмыс жасай аламыз. Word, тағы басқа деген сияқты файлдармен жұмыс жасай береміз. Олай болса сәттілік. Егер сіздер Excel бойынша тағы да сабақ үйренгілеріңіз келсе, менің осы YouTube каналымда бар. Сол Excel сабақтарын қарап көріңіздер. Және егер сіздерге информатика ұбт курсы қызықты болса, төменде менеджер нөмірін қалдырам. Сол менеджерге жазып, информатика ұбт курсы туралы толық ақпаратты біле аласыздар. Олай болса, сау болыңыздар. Келесі сабақтарда кездескенше.